Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осылай дөңгелектеніп бір-біріне жабыспай пісетін шашпа күріштің рецептісін ұсынамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қысып тұрған табаға сармайды салып ертеміз. Сармай ергеннен кейін күрішті салып араластырамыз. Күріш толықтай батып тұратындай етіп, су құйып, дәміне қарай тұз саламыз да, қатты отта суы толықтай тартылғанша қайнатамыз. Менде суы толықтай тартылды. Енді бір араластырып, бетін жауып, баяу отта шамамен 20-30 минутқа демдеп қоямыз. Міне біздің шашпа күрішіміз дайын. Күріштің асты да жабыспайды, осылай дөңгелектеніп піседі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл күрішті кез келген тағамға гарнир ретінде пайдалансаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Балзай Ақжол. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.